Аэропортта міне Сәкеңмен Оралға кетіп бара жатырмын. Сәкеңіне кәдімгі прикол істеймін Сәкеңге. Қалай Сәке амансыз ба? Документтердің бәрін алдық, мынау керек бола ма? Не дейін? Сәке? Осы үшін біз қалып қойдық, короче. Регистрация бәрі бітіп қалған ғой. Вообще? Бітсе біткен шығар, бұл адамдар қанша адам шығады? Ойнап Не ұрғандай дейді, кетші. Болайды, самолеттен қонымыз кетіп басайды. Бір шамалы кішкене бір самолеттегі ауыстыратын киім алып алдыңыз ба? Серьезно, да? Енді бұл мына киімді ауыстыру керек қой, жолға шығып барады, кішкене ауыстырмайсыздар, нормальный киім емес. Дейтін киімде емес мына киімнің ішінде мәселе. Ода киім жоқ десеңші сразу. Жоқ қойған бәрін. Сен де осы киімді киген күні видео түсіріп өтін, кетші бұл. Давай кетіп басайды. Кеттік па? Ал жол болсын Сәке. Сәкен екеуміз кеше көрген машинаға келе жатырмыз. Сәке қалай? Кетші түсіріп өтшесің. Кетші бұл. Сәке орысша жаза, орысша. Саған сеніп падыр мен, сен өтпесің бе? Орысша нөлмін ғой? Мына кісі сияқты ғой. Тұр ғой. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По объявлению? Да. Объявление. Ну вот, машина после отца осталась. Надо продать. Отырачы, надо айтып отыр. В общем, машина 80-го года, но пробег 50 тысяч. Все родное, все идеально. Әкесі мәшесі болған дейді. 80 жылғы дейді мәшесі. Бұны мәшесі қалай жанып тұрған? Все родное. Әкесі родной деп тұр ма? Тұрачы, кетші. Даже сиденья итальянские. 80-го года машина, 40 лет. Посмотри, какое состояние. 80 жылғы дейді, 41 жыл болған. Мә. Бір царапина жоқ мәшеде. Оңғасына 80 жылғы жеттірі шырам болған. Шын көріп қарайыншы. Мә, қорқар. Істет Сәкен? İçinde bir ucuk bakayım karan. Ey karamız mı edin başa? Keçisin aslında ben. Ya şey na alın bu akıt edem na akıt dige. Давай. А это сколько просто окончательно? Миллион? Миллион дейді. Айтсаңшы скидка жасаймын екен. Арзандат деген алай ма? Қалай айтады? Скидка деп айтсаңшы скидка. 50% скидка будет, да? Какие 50%? Ты что? Айтсаңшы мен сізді зорламаймын, өзім бағасына берсін. Я могу скинуть, но не больше. Не, я тебя зорлауым ма? Короче, қаншаға аласың? Сен қанша сөзің бе не? Мен қазақша түсінемін, орысша да сөйлеймін. Ой, біздер ақтың көк түріп отыр қой шырам, айтпайсың ба? Қаншаға аласың, значит? Қанша дегенде енді сол миллион деп тұрсың ғой енді. Иә. Окончательно 900-ға бересің бе? Иә, окончательно ол. Все, онда 900 болса, бізде қатырамыз бір орысты сөйлеп кетіп. Оригинал вообще. Я болды, түсініп, сен оригинал сияқтысың ғой, да? Өзімізді қарапайым қазақтың орысша кеткен ғой. Ойбай. Сөйлейміз ғой, сөйлейміз. Сөйлейді екенсің ғой. Аласың ба? Болды, аламыз онда. Все. Болды онда. 900 ба? Иә, 900. Болды онда, кеттік жүр, ақшасын санайық. На. Все. Ой, жақсы болды, болды, әке. Моторын ашып бірдеңе қылмайсыз. Жоқ, қарайтын ештеңе жоқ, нормально бәрі істеп тұр. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keçі ешмешпесің. Мобилография дейтін үйреніп алғанмын. Одан да орыс үйренші, жаңа қойдық қой. Мобилография, сабиография дейді. Электрик үйрен, кранөшік үйрен. Keçі Аға, мен анау бәрі, короче, күшті екенде бар ғой. Арноймен түрген. Ал енді аға, давай тездетейік, онда кеш батпай жетіп алайық Алматыға. Ya мынау мен жеткенше 4 кеш батады, сен білесің бе? Давай кеттік, басайық, тәуір. Ойбай. Ал, жол болсын Сәке. Ал, давай. Алашқа, давай. Ремін тақшы.